Сәлем, түсіңізде жылан көріп шошып ояндыңыз ба? Немесе түсінбей, мазасыз күйде жүрсіз бе? Бұл жай түс емес, жылан өте ерекше белгі. Бүгін мен сізге түсіңіздегі жылан не білдіруі мүмкін екенін қарапайым, анық тілмен айтып берем. Қорықпай тыңдаңыз, бәрі өз мәнімен. Жылан неге ерекше түс? Түсінде жылан көру көп адамдарда жиі болады, бірақ ол жай кездейсоқ емес. Жылан ежелден бері адам санасында күшті символ. Түркі, араб, үнді, тіпті батыс елдерінде де жылан бір нәрсеге ишара, белгі, кейде ескерту ретінде қабылданған. Бұл түс көбіне ішкі қорқыныш, жасырын жау, сақтық, жаңа өзгеріс, немесе рухани ояну секілді мағыналарды білдіреді. Жыланның түсі әрекеті бәрі маңызды. Түсіңізде қандай жылан көрдіңіз? Оның түсі, түрі, не істеп жатқаны бәрі түс жору үшін маңызды. Қара жылан, жасырын жау, көре алмаушы адам. Біреу сізге жақсы емес ниетпен қарап жүрген шығар. Ақ жылан, жақсылықтың белгісі, бір жақсы жаңалық, таза ойлы адам, немесе ішкі ояну болуы мүмкін. Жасыл жылан, жаңару, денсаулық, жаңа жол, жаңа өмір кезеңі басталуы мүмкін. Улы жылан, қауіп, алдану, біреуге сене алмай жүрсіз, қасыңызда өтірікші болуы мүмкін. Жыланның не істегені де жоруға әсер етеді. Жылан шағып алса, жақын арада бір қиындық, реніш немесе біреудің қастығы болуы мүмкін. Жылан қуып жүрсе, сізден тығылып жүрген мәселе бар. Мүмкін шешім қабылдай алмай жүрген шығарсыз. Жылан тек қарап тұрса, бұл белгі. Абай бол, жақын ортаңда сенімсіз адам болуы мүмкін. Немесе бір маңызды шешімде қателеспеу керек. Жыланды өлтірсеңіз, қиындықтан, жаудан, қорқыныштан құтылу, бұл жақсы жору. Психология не дейді? Психологтар түсінде жылан көруді адамның ішкі сезімімен байланыстырады. Яғни сіздің санаңыз сізге бір нәрсе дұрыс емес деп белгі беріп жатыр. Мысалы, жылан ішкі қобалжу, күйзеліс, сенімсіздік. Өз-өзіңізге көңіліңіз толмай жүр, бірақ оны жасырып жүрсіз. Немесе бір шешім қабылдаудан қорқып жүрсіз. Біреуге сенбейсіз, бірақ оны ашық айта алмайсыз. Дін жағынан қарасақ, исламда түс адамға берілетін ишара. Пайғамбарымыз жақсы түс Алладан, жаман түс шайтаннан деген. Ғалымдар түсінде жылан көруді былай жорыған. Жылан жау, оны өлтірсең жеңесің. Үйде жүрсе отбасылық қиындық, суға түссе жасырын бір мәселе. Жыланмен сөйлесу ерекше хабар, түсінік алуы мүмкін. Не істеу керек? Егер түсіңізде жылан көрсеңіз, түсіңізді ұмытпауға тырысыңыз. Қандай эмоциямен ояндыңыз? Қорқыныш па, жай қызығушылық па? Соңғы уақытта кімге сенбей жүрсіз? Бір шешімге келе алмай жүрсіз бе? Мүмкін ішкі дауысыңыз сізге тоқта, ойланып ал деп жатқан болар. Түсіңізде жылан көру жай ғана түнгі елес емес, ол сізге берілген белгі. Қауіптен сақ бол, сенімсіз адамнан абай бол, жаңа жолға дайын бол деген белгі. Сондықтан ондай түсті ұмытпаңыз, елемей қоймаңыз. Кейде түс біз білмейтін, бірақ жүрекпен сезетін дүниені айтып тұрады. Тек тыңдай білу керек. Сіз қандай жылан көрдіңіз? Астына жаза кетіңіз. Біз мағынасын айтып береміз. Басқа түстер туралы білгіңіз келсе, каналымызға жазыла кетіңіз.